Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Жыланның не себепті пейіштен қуылғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Әзелде жылан пейіштің күзетшісі болған екен. Ол кезде оның бойы түйедей биік, денесі жақыттан, көздері лағылдан еді. Арқасында алтыннан 2 қанаты болатын, күмістей жалы желбіреп тұратын. Бір күні оны ібіліс азғырып: «Әй жылан, менің әкем әбілет жылан еді, шешем тәбілет шаян еді. Мен адамның кесірінен Құдайдың рақымынан құр қалдым. Туыстық ақым үшін кек алуға көмектес. Мен адамды құртып, Құдайдың дәргейіне қайта келсем, саған бір пайдам тиер» дейді. Жылан ібілістің сөзіне иланады. Адамға опасыздық жасауға көніп, не көмек қажет деп сұрайды. «Мені тіліңнің астына жасырып, Хауаның жанына апар, өзім айла қыламын» дейді. Жылан мақұл көреді. Аузын ашқанда ібіліс лып етіп тілінің астына жасырынады. Сөйтіп жылан болып сөйлеп Хауаны азғырады. Жыланның осы ісі үшін Құдай оны жазалайды. Оны барлық құрметпен ғизаттан айырады. Аяқ қолы мен қанатын қырқады. Ризық бермейді. Ирелеңдеп жүргізеді. Ібіліс паналаған тілінің астынан у шығарады. Топан су кезінде бүкіл жануар Нұхтың кемесіне мініп жатады. Бір кезде жылан мен шаян да кемеден орын сұрап келеді. Оларды көргенде жануарлар жаны қалмай қорқады. Бұл екеуі шағып алу мүмкін деп у-шу болып торығады. Нұх пайғамбар жылан мен шаянға қарап: «Кемеде біреуді шағып алып, жаралап жүрерсіңдер. Уларыңды тастаңдар» деп әмір етеді. Жылан улы тісін, шаян тікенін тастап кемеге кіреді. Бірақ Құдайдың құдіретімен жыланның улы тісінен маса, шаянның тікенінен сона пайда болған екен. Нұх пайғамбардың кемесін тышқан теседі. Тесілген жерден су кіре бастайды. Барлық жануар үрке қашып, азан-қазан болады. Нұх тесікті қайтып бітерін білмей қиналады. Сол кезде жылан келіп: «Мен құйрығымды сұғып тесікті бітейін, бірақ шартым бар, маған ризық тауып бересің» дейді. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болған еді. Ібілістің тіліне еріп, жұмақтан қуылады. Жазасы ретінде Тәңірі оған ризық бермепті. Сондықтан жейтін ас таппай азап шегіп жүрген екен. Пайғамбар шартын орындауға келіседі. Жылан бүкіл денесімен тесікті бітеп, кемені аман сақтайды. Құйрығы ұзақ уақыт мұздай суда жатқандықтан денесін суық жайлайды. Жылан денесінің мұздай болатыны осыдан қалыпты. Оның үнемі алтын бар жерді мекендеп, алтынның буына денесін қыздырып жататыны осы екен. Әрі қарай жылан туралы қызықты мәліметтер. Көптеген адамдар үшін бұл бауырмен жорғалаушы жануарлар қорқыныш тудырады. Өйткені оның уы адамға өте қауіпті. Қара мамба жер бетіндегі ең қауіпті жылан. Ол бір тістегенде 300 миллиграмм у шашады. Адамды өлтіру үшін 15 миллиграмм жетеді. Африканың тұрғындары бұл жорғалаушының атын атауға да қорқады. Планетада өмір сүрген ең үлкен жылан Титанобоа. Салмағы 1 тонна, ұзындығы 15 метр. Ол біздің ғаламшарымызды 60 миллион жыл бұрын мекен еткен. Корольдік кобраның ағзасындағы удың жалпы мөлшері 23 ересек адамның жанын алу үшін жеткілікті. Ол тіпті пілдің өзін өлтіре алады. Жыландардың көру қабілеті нашар дамыған. Сондай-ақ ғалымдардың айтуынша олар саңырау. Бірақ бұл жорғалаушылар тербелістерге сезімтал, сондықтан жер арқылы өтетін дыбыстық толқындарды жақсы қабылдайды. Статистика бойынша бұл жыртқыштың шағуынан жылына 100 мың адам көз жұмады. Қазіргі уақытта 3500-ден астам түрі белгілі. Әлемдегі барлық жыландар жыртқыш болып саналады. Олардың орташа өмір сүру ұзақтығы 4-30 жыл. Олар Антарктидада, Исландия, Ирландия және Жаңа Зеландиядан басқа барлық жерлерде мекен етеді. Түкіретін кобра өз құрбанына 3 метр қашықтықтан у шашып өлтіре алады. Азияда ұшатын жыландар бар.
Олар қабырғаларын жайып, бір ағаш бұтағынан 100 метр қашықтықта орналасқан екінші бұтаққа ұшып барады. Бас сүйегінің ерекшелігіне байланысты өзінен үлкен заттарды жұтып қоюы мүмкін. Басы кесілген жылан адамға бірнеше сағат бойы қауіп төндіреді. Ол өлгеннен кейін де шағып алуы мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.